Қайырлы күн, құрметті шәкірттер, өздеріңмен бүгін Қаршыға Ахмедияров атамыздың Нұрғиса күйін шығаратын боламыз. Әрине, Тілендиев Нұрғиса атамызға арналған. Әлқиса деген күй бар еді, соның баламасы дәл сол сияқты әуендері. Мен кішкене тартып көрсетейін, сіздерге түсінікті болу үшін. Жалпы осылай кете береді күй. Мен қазір енді сіздерге нотамен қарап тартып отырмын, өзім шатасып қалмау үшін. Кеттік, басынан бастайық. Екінші пернеден басталады. Бір нәрсені айта кетейін. Бұл сабақ, бұл күй, жалпы өзімнің офлайн үйретіп жүрген шәкірттеріме арналған сабақтар. Егер де сіздің көңіліңізден шығып, менің үйреткенім ұнап жатса, үйренуге әрине мархабат. Мен қуанам, егер де сізге пайдам тиіп жатса. Кеттік, бастайық. Бұл жерде қағыстар туралы айта кетсек, алма кезек қағыстар да кездеседі, екі төмен, екі жоғары қағыстар да кездеседі, екі жоғары, бір төмен жоғары қағыстар да кездеседі. Былайша айтқан кезде қатып қалған бұл күйде қағида жоқ, тек мына қағыс кездеседі деген. Қазір үйрету барысында көре жатарсыздар. Кеттік, екінші пернеден бастаймыз. Бірінші міне. Ілж береміз. Көрдіңіздер ма? Жоғары қарай, тек жоғары қағыстар, үшінші, төртінші пернеден беске лига кетеді. Лига деген бір қағыспен екі дыбысты шығару. Яғни, бірінші нотаны қағыс жасаймыз, екіншісін соның қағыстың ықпалымен басып қаламыз. Кеттік ал. Төртінші пернеден бесінші пернеден басып қаламыз. Енді астынан екіден төртке. Екіден, одан кейін кәдімгі жоғары қағыс жасаймыз. Осын жай ойнаймын. Қайталау. Ары қарай, төрттен беске, екіден төртке, енді бестен төртке, қайттан беске. Қайтадан мен жай көрсетемін үшін. Енді цифрларын айтпаймын, неге? Өйткені өзім шатасып кетемін, цифрларын айтатын болсам. Сондықтан жай ойнаймын, саусаққа, пернеге мән беріп отырыңыздар. Мынау екіден басталады енді, қараңыздар. Екіден емес, төрттен басталады, төрттен беске. Бір қағыспен үш нотаны, төрт нотаны шығару керек қой. Міне. Білеміз. Үш, екі, жібереміз. Екінің астынан. Енді ары қарай. Лигамен жетіге.
қайтадан ең басындағы. Үстің шек, астың шек, үстің шек, и екінші перне үстің шек. Үш жерінде қолды былай кішкене артистизм қосуға болады. Басында керек емес енді, кішкене ноталар дұрыстап алғанша. Енді ары қарай қайтадан жай ойнаймын. Лигамен түсеміз 5-ке, 6-ға. Енді мына жерде бір қызық жағдай бар. 12-ні басып тұрып, 11-дің 10-ның дыбысын шығару керек бізге. Оны қалай істейміз? 11-дің дыбысын шығару керек, оны былай істейміз міне. Қолды домбыраның бас жағына қарай не істейміз? Тербетеміз. 2 рет жасаймыз осылай. Қайттан түсеміз. 12-де 2 рет тұрамыз. Енді бірінші дыбысы. Көрдіңіздер ме оны? Осындай дыбыс шығу керек. 2 рет. Ары қарай лигамен 9-ға. 14-тен 10-ға. 11-ге. Енді ары қарай дәл осы әуендер тек бір шекте ойналады. Кеттік. Үшінші саусақтан түсеміз 12-ке. Бағанағы 2 рет. Міне, көрдіңіз бе? Қолды тербетеміз жоғары қарай. Сол кезде шығады. Енді 10-нан 9-ға, 11-ден 9-ға. Бұл жерде кілттік белгілер бар ғой. Нота түсінсеңіздер, фа диез, до диез бар. Фа диез яғни 10-ды 11 қылады, 5-ті 6 қылады. Содан кейін 3-ті 4 қылады. Екі шекте. Соңын осылай бітеді. Былай жасаңыздар. Бағанағы ең басындағы нау бар ғой. Осыны бір жаттап алыңыздар. Қайталап. Өйткені мен тартқан бойынша тартып кете берсеңіздер, өздеріңіз жалықтырып аласыздар. Бағанағы бір әуенді жаттап алыңыздар. Одан кейін мынау басталады. Осыны бір жаттап алыңыздар. Мынау бір шектегі жерге дейін. Одан кейін бір шектегі жер жаттаңыздар. Мынаған дейін. Қазір тоқтап қой. Паузаға қойып, ақырындап жаттап алыңыздар. Енді бұдан кейін барып әуен кетеді. Әлқиссада, сол сияқты әуен кетеді енді қазір міне. Әлқиссаның әуені нотасы. Міне. Бірақ қағысы басқаша. Екі төмен бір жоғары.
2 рет ойналды осылай міне. 1, екіншісі. Енді 9-дан 12-ге лига. Үстіңшік. Қайталаймыз. Лига 7 мен 9-ды басып тұрып, 9-ға лига жасаймыз астынан. Төмен қағыстан бастаймыз да, міне қараңыздар. Лига, екінші пернеге. 4, 5, 7, 7, 5, 7, лига. Міне 7-тен 5-ге лига. Көрдіңіздер ма? Міне 7, 7, 5, 7, 4, 4, 4, 7. Қағысына мән беріп тартыңыздар үш жерлерде. Сосын бір ескерте кететін нәрсе, бұл күйді, балбыраунды, адайды, тағы күрделі күйлер бар ғой, соның бәрін шығарып барып келіңіздер бұл сабаққа. Неге? Өйткені бұл қиын күй. Сразу осы күйден бастасаңыздар, домбыраны үйренуге деген ниеттеріңізден қайтып қаласыздар, өйткені бұл қиын, шынымен де қиын. Сондықтан деңгей-деңгеймен көтерілген жақсы. Нәр ағашын ойнап жүріп, немесе жастармен ойнап жүріп, бұл күйге секірмеңіздер. Барынша, саты бойынша, этап бойынша көтерілген дұрыс болады. Енді ары қарай мен өзім бөліп тастаймын монтаждаған кезде, бірінші бөлім, екінші бөлім, үшінші бөлім деп.